Мектептегі сұмдық білім ордасының директоры қол астындағы мұғалімді зорлап, одан кейін әбден қоқан лоққы көрсетіпті. Мүгедек қызмен пәтер жалдап тұратын келіншек қорлықтың кесірінен өзіне қол салмақта болған. Педагогтерден жезөкшенің қызметін талап еткен басшы өзіне көнбегендерге қысым жасап, буллингпен берекесін қашырады екен. Ұлан Тәліпбай тыңдайық. Сексуалды қысым көрдім деп айту мен үшін өте ұят болды. Гүлмира мектеп-интернаттың бұрынғы директорынан көрмегенім жоқ дейді. 2 жыл бұрын директор жұмысқа тұрғанын атап өтуді желе өтіп, караокеге барға шақырып, сол жерде зорлап тастапты. Одан кейін басшы тарапынан қысым көбейген, түрлі сылтаумен кабинетіне шақырып, жүктемеңді, сынып жетекшілігіңді алып тастаймын деп қорқытып, анай әрекеттерді талап етіп келген. Алдап шақырды 2-ші этажға кабинетке. Сонымен оқушылардың BJB-сын алып келді деп. Алып кіргеннен кейін кабинетке есігін құлтап алып, жаңелдегі сексуалды қысым көрсетті. Қатты стресске батқанынан айта алмадым. Бұрынғы директордың озбырлығы әбден өтіп кеткендіктен Гүлмира өз-өзіне қол салмақ болған. Ауруханаға жатып шыққаннан кейін полицияға шағым түсірген. Ал заңгер Айман Омарова күдіктіні қылмыстық кодекстің кем дегенде 3 бабымен жауапқа тарту керектігін айтады. Біздің ойымызша, егерде әділеттік болса, онда 120-ші баптың бірінші немесе екінші бөлігі, 121-ші баптың немесе бірінші немесе екінші бөлігі болу керек. Сонан соң жаңағы сыбайлас жемқорлық бар деген коррупционный, оған басқа бап болу керек та, ол басқа әрекеттер. Жәбірленушінің арызы бойынша полиция қылмыстық кодекстің 2 бірдей бабы бойынша қылмыстық іс қозғалғанын жеткізді. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары қолға алыныпты. Қазіргі таңда қылмыстық кодекстің 2 бірдей бабы бойынша 120-ші және 105-ші баптары бойынша қылмыстық іс қозғалып, қылмыстық істің аясында сот медициналық сараптама тағайындалды. Болған оқиғаның деректің толық мән-жайы анықталып, процессуалды шешім қабылданады. Жәбірленуші қаңтар айында біздің арнаға жүгінген болатын. Бірақ ол кезде арнамысын аяққа таптаған директордың әрекетін айтуға дәті шыдамапты. Енді Гүлмира өзін қорлаған қызметінен осыдан 1 апта бұрын ғана босатылған экс-директорды жауапқа тартқызбай тынбаймын деп отыр.